Жалпы судың адам ағзасына тигізер пайдасын барлығымыз білеміз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде 3 затты қосып ішсеңіз, ағзаңызға үлкен пайдасын тигізесіз. Әлем ғалымдарының деректеріне сүйенсек, ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасалған мына әдістер дейді. Жапон халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп бізде таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорыту және де басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды. Олар міндетті түрде 3 затты қосады екен. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Сіздің денсаулығыңыз өз қолыңызда. Сондықтан сіздердің денсаулықтарыңыз үшін тырысып, пайдалы ақпараттармен бөлісіп жүрген біздің арнаға өздеріңіздің лайк пен подпискаларыңызды аямайсыздар деп ойлаймын. Олай болса, кеттік. Сарымсақтың сан түрлі қасиеті бар екенін бәрімізге белгілі. Ол тәннен, ішкі ағзалардан және тыныс алу жолдарынан зиянды бактерияларды, ішек паразиттерін шығарады. Қан қысымын төмендетеді. Оның үстіне түйіндердің қалыптасуына тосқауыл болады. Сарымсақ обырға қарсы және де антиоксиданттық қасиетке ие. Бір түйір сарымсақта 400-ден асқан пайдалы заттар бар. Ол организмді нашар холестериннен және де басқа зиянды заттардың деңгейін төмендетеді. Тамырды тазартады. Ми обырына себепші жасушаларды жояды. Күл, туберкулез бактериясын және де асқазан, ішек ауруларын туғызатын бактерияларды жояды. Ағзадан құрттарды шығарады. Сарымсақ қосылған су С, В, В6 дәрумендермен марганец, селен, мыс, калий, кальций, фосфор элементтеріне бай және көптеген дертке шипа бола алады. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды. Жүректің жұмысын жақсартады. Қан тамырларды тазалайды. Қанды сұйылтады. Және де ең басты қасиеттерінің бірі беттегі әжімді, бөртпені кетіреді. Суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді. Иммунитетті реттейді. Ағзадағы артық холестеринді шығарады. Қан қысымын реттейді. Оны дайындау әдісі қарапайым. Ыдысқа 4 бөлікке бөлінген 12 түйір сарымсақ саламыз. Үстіне 3 құты қызыл шарап құямыз. Ыдысты жауып, терезенің алдына күн түсетін жерге 2 аптаға қоясыз. Күн сайын 2-3 реттен араластырып, шайқап тұрыңыз. Содан кейін сүзіп алып, бөтелкеге салып қоямыз. Осы сусынды күніге 1 реттен 3 шай қасық, күніге 1 ай бойы ішеміз. Бұл сусын тәндегі тұздарды шығарады. Еңбек қабілетін арттырады. Қанды тазартады. Организмді сергітеді. Жүректі өте жақсы күшейтеді. Зат алмасуын жақсартады. Әйел сырқаттары мен қабынулары кезінде аса пайдалы. Организмді зиянды қалдықтардан залалсыздандырып тазартады. Тағы да бір дайындау әдісі: 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа қойып, оған 4-5 тамшы зәйтүн майын тамызасыз. Оны болған соң үстіне 1 стақан су құйып, отқа қоясыз. Бұл сұйықтықты 50 Цельсий градус температурасында қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішіңіз. Сарымсақ қосылған суды
кімге ішуге болмайды? Егер де сізде сарымсаққа аллергия болса, асқазаныңызда жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, бұл сарымсақ суын сізге мүлдем ішуге болмайды. Жапондықтар суға қосып ішетін заттардың біреуі лимон болып табылады. Лимон тілімдері қосылған сусындар денсаулық сусыны деп те аталады. Лимон қосылған су С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылады. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйеңізді тыныштандырады, қан қысымыңызды реттейді, ағзаның қышқылдылығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ішек секілді ас қорыту жолдарын тазалайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алып, қара дақтарды кетіреді, қандағы улы заттарды шығарады. Лимон құрамындағы магний, калий, С дәрумені жүрек және де жүйке жүйесі жұмысын жақсартады, қан қысымын бір қалыпқа келтіреді, теріге нәр береді, тырнақ, шаш өсуіне оң әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су көмегін тигізе алады. Лимон шырынындағы пектин ас қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ол үшін күнделікті бір стақан лимон қосылған суды 3 мезгіл қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларын алдын алады. Бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолында тастардың жиналмауын қадағалайды. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден тазалап, терідегі пигментті заттардың көзін жояды. Безеу, сепкіл, әжімнің түсуіне жол бермейді. Теріні тазалап, оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға лимон қосылған суды қабылдау жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздік сезімдерін болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл сусын шөлден құтқарса, қысты күні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Қайнаған 1 литр суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. Суыған кезде аз-аздан қабылдай бастаңыз. Кейін қабылдау мерзімін жиілете беріңіз. Сондай-ақ қалауыңызға байланысты бал немесе жалбыз жапырағын қосуға болады. Балдың емдік қасиетін барлығымыз айтпасақ та білеміз. Ал бал қосылған судың өзіндік ережелері бар. Бұл емдік суды тамақтанудан 50 минут алдын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындаған дұрыс. Алдын ала дайындап, тоңазытқышта сақтауға болмайды. Ондай жағдайда бұл сусын өзінің құнарлығын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды бір ас қасық жылы суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Содан қан қысымыңыз реттеледі. Жүйке жүйеңіз тынышталады. Ағза минералды заттар мен дәрумендерге бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа, азуға деген қабілетіңіз ашылады. Метаболизміңіз дұрысталады. Асқазан, ішек жолдарын жақсартады. Ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды. Суыққа қарсы күреседі. Бас ауруынан қорғайды. Міне, бір стақан судың 1000 түрлі дертке шипа бола алатын қасиетімен таныстыңыз. Ендеше ерінбей шипа ретінде қабылдауға асығайық. Ем болсын. Мінекей достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Сіздермен болған Дертке шипа арнасы. Сау, саламатта болыңыздар.